Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дайреп. Егер сіздер қатты мұңайып отырсаңыздар, немесе өмірлеріңізде барлығы қиын өтіп жатса, или бір қателік жасап қойсаңыздар, өзіңізді қатты кінәлап, сол қателік үшін сөйтіп отырсаңыз, онда мұңаймаңыз деген кеңес көмектеспейтін шығар. Себебі бұндай моментте адамдар просто өз-өзіне кәдімгідей кіріп кетеді, және қатты мұңайып, және қатты ойланып, өз-өзін кінәлап, және просто ештеңе істегісі келмейді, бір орында отырады, немесе бірдеңе қарап отырады. Ештеңе ойлағысы келмейді. Бұлай уайымдай бермеу керек. Яғни, егер сен мысалы бірдеңе сындырып алдың, мысалы, бұл өз сенің қателігің. Яғни, мысалы сен 300 мың тұратын телевизор сындырып алдың, және өзіңді қатты кінәлап тұрсаң, онда баяғы сенің өміріңде өткен бұдан да үлкен қателіктерді есіңе ал. Және ойланып көр, 300 мың бұл не? 300 мың бұл өте көп ақша біреуге, иә? Бірақ 300 мың бұл просто ақша. Және ол үшін, сол 300 мың үшін барлық уақытыңды кетіріп, өз-өзіңді кінәлай бермеу керек. Бұл 300 мыңды сен спокойно қайтаруыңа болады. Және қазір жұмыстар өте көп. Яғни сен стройкада жұмыс жасауың болады, және 300 мыңды сен спокойно шығарып алуың болады. Яғни уайымдама. Вообще ондай 300 мың тұратын телевизорды сатып алатын адамдарды түсінбеймін. Және әлі түсінбей жатсаңыз, онда тағы мысал келтірейін. Мысалы, сен осы телевизор сындырғаннан кейін, жарты жылдан кейін, немесе 1 жылдан кейін, или 1,5 жылдан кейін өзіңнің соткаңды суға түсіріп алды. Және ол сотка сенде 50 мың тұрады, мысалы. Соткаң сенің істемей қалды. Оны жөндету мысалы 20 мың теңге. Және осы сәтте сен тағы да өзіңді кінәлай беруің мүмкін. Мысалы, менің өмірім ешқашан жақсы болмайды, менің кесірімнен бәріне зиян тиіп жатыр деген сияқты ойлар келуі мүмкін, және бұл нормально. Осы кезде сен есіңе аласың. Мен 1,5 жыл бұрын 300 мың тұратын телевизорды сындырып алдым. Және одан кейін жаман заттар болған жоқ осы үшін. Және бұл өтті де кетті, все деп ойлануың керек. Және 20 мың теңге. Бұл не тұрады 300 мыңның қасында. Ал сендермен болған мен Дайреп. Бұл қазақша мотивация, және пока.